Соңғысы алғашқыдай ғылымды айтатын өз сөзім бар деп өзекті жарып шыққан, өжеттікпен емес, жалынып жалпайып, өлеусіреген өлермендікпен қорғау. Сендердің іштеріңде кейін диссертация қорғаймын дейтін талапкерлерің болса, онда ғылымға анау алғашқы ақ, әділ жолмен баруларыңды мәслихат етемін. Осы соңғы сөлекет жол доғарылса екен деп тілеймін. Ағайдың сол айтқанындай-ақ, деді Меңтай жаңағы сөзін жалғап, ғылымға үлес қосу үшін емес, күрпілдетіп ақша сау үшін ғана диссертация қорғау біздің қыздардың кейбіреулерінің қолдарынан келсе келер. Бірақ мен үйте алмаспын. Меңтайдың енді бұл тақырыпта әңгіме қозғағысы келмеді ме білем, сөздің бетін басқаға бұрды. Бұның бәрі мына кітаптан шығып кетті ғой. Ол алдында жатқан кітаптың сыртын тағы да бір сипап қойды. Айтпақшы, ағай, жаңа кітап оқып отырғанда көмейіме келген бір сұрақ бар еді. Соны сұрайын ба сізден? Сұра, Меңтай, деді мен күле түсіп. Қыздың не сұрағалы отырғанын сезгенде жүрегім су ете қалды. Сұрасам, Одиссей батыр сияқты сіз де соғыстан қайттыңыз ғой. Ал елде сізді күткен өз Пенелопаңыз жоқ па еді? Бұл сұрағыма ренжімеңіз, ағай, деді Меңтай. Соңғы сұрағы менің көңіліме кеп қалды ма дегендей кейінгі сөздерін тездетіп айтып. Несіне ренжейін? Мен қызға шынымды айттым. Болды, Меңтай, дедім сәл ғана күрсініп қойып. Аты Сәлима еді. Соғысқа кетерде уәде байластық. Артынан ол Казгуге келіп студент болып оқып жүрді. Хат алысып тұрдық. Оның ең соңғы хатын 1944 жылдың басында алдым. Сол хат әлі күнге дейін қалтамда жүр. Тыңдасаң оқып берейін. Оқыңыз, ағай, деді Меңтай әлденеден қаймыққандай бөгеле сөйлеп. Бірақ өзіңізге ауыр болып жүрмесе, олай болса оқымай-ақ қойыңыз. Адам басына түскен ауырлықтың бәріне көнуге де тиіс. Оны көтеруге де міндетті ғой. Әйтпесе оның иесі адам, деді өзімді өзім қайрағандай болып. Содан соң орнынан тұрып, Меңтай шифонерінің есік жақ сыртындағы темір шегеде қабырғаға ілінген қасқырдың терісінде жер сызға салақтап тұрған шинелімнің ішкі қалтасынан су өтпейтіндей жылтыр қағазға оралған хаттарды алдым. Бөлме іші қара көлеңке тарта бастаған еді. Меңтай да менімен ілесе орнынан тұрып, есіктің екінші жақ қабырғасындағы қара тиекті бұрап төбе шам шақты. Мен орнымда отырып, Сәлиманың хатын оқуға кірістім. Меңтай жаңағы жерге Одиссеяны шынтақтай қайта жайғасып, бейтаныс қыздың әр сөзіне барынша зейін қоя тыңдап қалды. Мен онда дәптердің алты бетінің аст-үстін толтыра ұзақ жазылған хатты Меңтайға түпнұсқадан оқып берген едім. Енді оны сізге жаттап алған тақпақ сияқты етіп ауызша айтуыма тура келеді. Егер менің қолыма қарамай сәл қырындау отырсаңыз, онда түпнұсқадан оқылған хатты тыңдағандай әсер алуыңыз да мүмкін. Ал бастайын, не де болса. Жаным Ербол, менің сені шексіз сүйетінімді білесің. Өзім де сен дегенде шығарда жаным ғана басқа шығар деуші едім. Бұрынғы хаттарының бәрінде Сәлима алдымен менің амандығымды сұраушы еді. Содан соң есен сау бола беруіме, жауды тез жеңіп қайтуыма тілектестік білдіретін. Осыдан кейін ғана өз жайын, ел хабарын баяндауға кірісетін. Ит қуған адамның айқайындай бірден бұлай бастағаны несі екен деп ойладым бұл хат ең алғаш қолыма тигенде. Содан соң оны ары қарай оқыдым. Осы кеше ғана ауылға каникулға барып қайттым. Бүркітбай бригадир сенің папаңның орнына колхозға председатель болған еді ғой. Жақында соның бұрынғы бала көтермеген кәрі әйелі қайтыс болыпты. Ауылға мен барған күннің ертеңінде біздікіне ол кісі келді. Маған амандасты. Сабағымның жайын, оқуды қашан бітіретінін сұрап, біраз отырып кетіп қалды. Басқа ештеңе деген жоқ. Бірақ кешке шешем маған, сен сол Бүркітбайға тұрмысқа шығасың. Егер мені шешем дейтін болсаң, сөйтесің деп қиғылықты салды. Ол менің әкемдей кісі ғой, қалай шығамын, дедім мен. Түгі де жоқ, ерлі байлы болған соң оның үлкендігі де ұмытылып кетеді, деді шешем. Мен көнбедім, шешем қарысып отырып алды. Әкең тұруды армияда, сен оқудасың. Мына екі баламен мені кім асырап сақтайды? Ал Бүркітбайға шықсаң, өзіңнің де жаның тыныш, ит өлген жерге оқу іздеп сандалмайсың. Менің де жаным тыныш. Бір жағынан әкеңді, бір жағынан сені ойлап, түн ұйқымды төрт бөліп дөңбекшимін. Бүркітбай екеуің бүкіл ауылды билеп, бірің бастық, бірің мұғалім болсаңдар,
отырасыңдар. Осы заманда осыдан артық керегі не? Деп құлағымның етін қудай жеді. Мен сені айттым, Ерболды қайтесіз? Екеуміздің қосылатынымызды ел біледі ғой дедім. Ол күнде хатты Алматыдағы маған да, ауылдағы саған да жазады. Осы үйдің өз адамы болып жолдайды дедім. Шешем шап ете түсті. Ербол дейсің бе? Ол тірі келе ме, өлі келе ме? Оны қайдан білесің? Қайда? Ерболдың сені жақсы көргені рас болса, бағыңды байламасын. Егер өзі аман келсе, елден Ерболға лайық қыз табылады. Сәниям жетіп келеді. Ертең оған да күйеу керек. Тіпті Ерболға соны беремін. Оған апасын алды не, сіңілсін алды не, бәрібір емес пе? Екеуі де менен туған. Ал дәп саған ертеңгі Ерболдан бүгінгі Бүркітбай артық. Осыдан Бүркітбайға бармадың ғой. Ақ сүтімді аспанға сауамын, теріс батамды беремін. Аналық қарызымды екі дүниеде де кешпеймін, деді. Не істерімді білмедім. Ақыры жазғы каникулға келгенде көрейік дедім. Оған дейін өзіңмен ақылдасып алғым келді. Бүркітбай менен бұрыннан сөйлесіп жүрген. Қыста келгенде сені үйіме кіргізіп бер, оқуға жіберме деген. Сенің сонау жазыңды күтіп қу тізесін құшақтап отыра бере ме ол? Осындайдағы бой жетіп отырған қыздардың бірін алады да қояды. Сені дәт дегізіп. Ана Жексеннің қызы Қатипа жоқ нәрсені сылтауратып күнде баратын көрінеді конторға. Бүркітбайды қалай қолыма түсіремін деп жүрсе керек. Әне, сол сияқты біреу есігіме өзі келіп тұрған бақ дәулет. Бақ күйеуді қағады да кетеді, деп шешем тепсіне тақымдап болмады. Ендеше Бүркітбай сол Қанипаны алсын, дедім мен. Бүркітбай оны ұнатпайды, деді шешем. Осы төңіректе оның ұнататыны сен ғана болып отырсың. Құдайдың мұнысына да шүкіршілік. Ат аяғы жетер жердегі жалғыз еркек қызының аяғынан құшақтап жатса, одан артық бақыт бар ма шешеге? Бірақ есіңде болсын, еркектің көңілі құбылмалы болады. Мысықты кім арқасынан сипаса, ол соған сүйкеніп, пырылдап алдынан түспей қоймай ма? Еркекте сол сияқты. Қай әйел бетіне күле қарап, қылымдай бастаса, еркекте солаған қарай бейімделе береді. Сен шалқая берсең, ол ерегісіп Жексеннің қызын алады да қояды. Сөйтіп саған арналған жылы суға Қатипа қолын малады да отырады. Жұртқа таба болып мен қаламын, елге күлкі болып сен жүресің. Неге табалайды жұрт, деймін мен. Неге табаламайды, дейді шешем. Бүркітбайдың көңілі сенде екенін бүкіл осы ауыл түгел біледі. Кеше анау шеттегі саңырау кемпір сақыпта, бүбіште Сәлиманы Бүркітбайға қашан қосқалы жатырсың? Ұмытып кетпей мені де тойыңа шақыр. Сәлиманың тұсауын өзім кескенмін деп кетті. Білмесе ол не? Ел құлағы елу деген емес пе? Бәрі де біледі. Білсін, осы қиыншылықта мына бүбіштен басқа кімнің қызын күйеу болғанда жарты патша, басқарманың өзі алып жатыр. Мен ыза боп кеттім. Тойыңның да, Бүркітбайыңның да керегі жоқ, деп жылап жатып алдым. Шешем бұртиып біраз қасымда отырды. Содан кейін даусын жұмсартып, басымды сипады. Біраздан кейін мені құшақтап, өзі де жылап алды. Көзін сүртіп, бір кезде қайта сөз бастады. Егер соғыстан Ербол келмей қалса, сорлайтын сен өзің боласың, балам, деді жыламсырап отырып. Одан да бүгіннен бастап Бүркітбайға шығып ал, қалқам. Айналайын, ақылың бар ғой сенің. Мына дауылды заманда үйге тіреу болатын еркек керек. Оқуды қайтесің? Оқудың түбіне кім жетеді? Ербол дейсің. Ерболың да жасынан оқу құмар бала болатын. Соғыстан бұрын тауыса алмай кеткен оқуын соғыстан кейін бітірем деп әуре болмасына кім кепіл оның? Алдымен соғыстың бітуін күтіп, одан соң Ерболдың оқудың таусуын тосып, өз бағыңды өзің байлап отырасың ба, күнім-ау? Қыз баланың бақыты байға тиіп бала құшақтау. Жалғыз сен емес, сонау Хауа анадан бері келе жатқан жоралғы осы ботам. Осылай деп шешем дауыс айтып отырып алды. Бір жағынан сені аяп, бір жағынан шешемді, 15-ке кеп қалған сіңілім Сәния мен 10 жасар інім Әскержанды аяп, екі оттың ортасында қалғандай боп дал болдым. Апатай, бұл әңгімені жазға қалдыр, деп таң атқанша жылап жатып алдым. Бүркітбаймен ақылдасты ма, әлде өзі жібіді ме, білмеймін. Ертеңінде кешке шешем осыған көнді. Жазғы каникулға шыққанымда мені Бүркітбайға қосатын болды. Ал өзім Бүркітбайды алғаш келіп, амандасып кеткеннен кейін көргенім жоқ. Мінекей, сөйтіп ауылдан мен кеше ғана келдім. Келе сала саған хат жазып,
мұңымды шағып отырмын. Не істейін Ербол, не қылайын? Жаным, қуатым, ақылды едің ғой, бір амалын тапшы өзің. Сақал мұртын қуарып, бойға біткен тамырдың бәрі бірдей суалып алайын деп тұрмысың. Мені көріп қуанып деп қарт қожаққа Ақжүніс айтқандай Бүркітбайға шалға қалай барамын? Сенсіз қалай өмір сүремін? Бармасам шешем күн көрсетпейді. Үй ішінің халі ауыр екен. Өзің барда күзде үй басына арба-арба еңбек күнге тиген астық түсіп, қыс бойы ол қап-қап болып тошалада тіреліп тұрушы еді ғой. Өткен күзде біздің үйге 1,5 қап бидай әрең тиіпті. Үйдегі 3 жан күніне 3 мезгіл дастарханға 1 уыс бидай шашып, оны тауықтай теріп жеп, талшық ететін көрінеді. Бір біздің үй емес, бір ауылдың күйі осы. Жақ жүндері үрпиіп бозарған балаларды көргенде ішің удай ашиды. Міне, елдің жайы осы Ербол. Студенттік жағдайда жетісіп тұрған жоқ. Күніне карточкамен алатын 1 жапырақ нан мен қатықсыз қара көже ғана. Жатақханада суық. Осы қатты көрпеге оранып отырып, қолымды қайта-қайта үрлеп, өз деміммен жылытып, әрең жазып отырмын. Бірақ маған сенің әр хатың 5 күндік азық, әр сөзің 1 күндік қызу. Қаншама жүдеп жадап жүрсем де, сенен хат келгенде жайнап жадырап кетемін. Бұл шын сөзім, шын сырым, қуатым. Сүйіктім Ербол, менің бар жайым осы. Ендігі хабарды өзіңнен күтемін. Шешімін де кесімін де өзің айт. Мен сенің айтқаныңды ғана орындаймын. Күт десең күтемін. Шалға бар, тұрмысқа шық десең шығамын. Талай махаббаттың қанатын, 40 қанды соғысты бастаған қаскөй, жауға лағнет айтып шығамын. Бүркітбайдың босағасында басыма қызыл желек бүркелсе, саған деген ақ жүрегім қара жамылып жататын болады кеудемде. Жоқ, бұлай болуы жөн емес, Ербол. Жазға дейін соғыс бітуі керек. Сендер Гитлер сұмның көзін жоясыңдар. Сонда Бүркітбай айдалада қалады. Екеуміз қосыламыз. Махаббаттың мерейі үстем болады. Махаббат зұлымдықты жеңеді. Сендер соғыста жаумен жұлқысып жатырсыңдар. Менің жүрегімде сондай майданға айналды. Менің жүрегімде махаббат пен шарасыздық шарпысып жатыр. Махаббат жеңісі туы сендердің қолдарыңда, Ербол. Сендер жауды құртасыңдар. Майданда сендер көтерген жеңіс туы мұнда жығылып жатқан мыңдаған махаббаттың жалауын жылтылдатады. Айналайын, қуатым, жауды тезірек жеңіңдер. Сөйтіп өзіңді де, мені де құтқар мына азаптан. Қасымдағы қыздар жатып қалды. Мен үстел шамын жаныма жақындатып алып, саған осы хатты жазып отырмын. Жылап отырмын. Мына бір сиясы жайылып кеткен сөз менің көз жасым тамған жер. Жаман айтпай, жақсы жоқ деген. Ербол, жазатайым Бүркітбайдың жайған торына түсіп қалсам, сен мені кеш. Өзіңді уыз махаббатыммен шексіз сүйгенім үшін кеш. Соғыста талай темірдің қамырша иленіп, талай шойынның шыныдай үгітіліп жатқанын сан рет жазып едің ғой маған. Ендеше адам жаны темірден төзімді ме, шойыннан берік пе? Майданда сом болаттарды күйреткен соғыс елде де талай серттерді сындырып, уәделерді уатып жатыр. Әрине, оның да тауқыметі жауынгерлердің иығына түседі. Олай дейтінім, осы жолы ауылдан келгенде күйеулері соғыста жүрген кейбір жас әйелдердің сөз байласқан жігіттері майданға кеткен қыздардың күйеуге шығып алғандарын көрдім. Жоғарғы ауылдағы өзіңнің айғайша жеңген заферма боп жүрген жол болды деген шұбар шалға тиіп алыпты. Алматыға қайтар алдында мектептің жанындағы ләкпеде кездесіп, неге өйттіңіз деп сұрадым айғайшадан. Күйеуіммен соғыс басталғалы хат жоқ. Мен сонсын шықтым. Ал Еркеш қайнымнан жеңгелеріңнің сені солай деп айтатыны есіңде шығар. Күн сайын хат алып отырған сенде Бүркітбай бастыққа барғалы жатырсың ғой деп өзімді кекетті. Төменгі ауылдағы 5 жорға атанған 5 бойжеткеннің бірі Хазиза еді ғой. Сол 30 жылы отасқан әйелін тастатып бригадир шалға шығып алыпты. Бұл менің бір ауылдан, өзіміздің колхоздан ғана көргенім. Ондайлар басқа ауылдарда да бар шығар. Осының бәрі тұрақсыздықтан емес, көпшілігі шарасыздықтан кетіп жатыр. Ербол, мұның бәрін сенің алдыңда ақталу үшін емес. Ертең жауды жеңіп, аман қайтқан жігіттердің бәрі өздерін тоспай кетіп қалған жарлары мен
ғашықтарына қарғыс дауылын боратып, лағнет боранын ұйтқыта келеді әлі. Содан ең жоқ дегенде бір жігіт, менің ақылды досым, бар жағдайды байыппен ойлап, пайымдай білетін ерболым олай етпесін. Ол пайдасыз ашу мен ызадан биік болсын. Қыз сорлылардың шалға тіленіп, жат босағаны жастанғанымен, өздерінің сол жігіттерге деген сүйіспеншіліктерін жүректерінің түкпіріне түйіп, өмір бойы жадында сақтап қалатынын білсін. Қанша бармын, бақыттымын десе де, сол алғаш сүйген жігіттерінің төбесін көргенде шексіз қуанатындарын, оңашада соларды ойлап өксіп алатындарын түсінсін. Сөйтіп қыздарға кешірім етсін. Жалғыз өз атынан емес, барлық жігіттер атынан кешірім етсін деп жазып отырмын мұны. Жоқ, Ербол, сен мұны мен Бүркітбайға баруға бел байлаған соң айтып отыр екен деп ойлама. Жоқ, атама, бұл менің бар жүрегімді жайып, бар сырымды ақтарғаным саған. Ойдағының бәрін жасырмай жазғаным. Осылай ақтарыла сөйлеуге мені өзің үйретіп едің ғой жаным. Сол талабыңды және орындағаным. Міне, ағарып таңды атты, терезеден Ақбас Алатаудың бір биік шыңы көрінді. Осы шыңдай берік, осы шыңдай тұрақты болсам деуші едім өмірде. Оны алдағы күндер, алдағы жағдайлар біледі. Ал қалқам, мен болдым, сенің амандығыңды тілеймін. Осы жазда жауды құртуларыңды күтемін. Сенің маған ақыл беретін хатыңды тосамын. Басыңды көкірегіме басып, қысып бетіңнен сүйдім сені. Окобыңда жазда тоңып отырған жерінде ыстық ерніммен аймалап айқара құшақтадым жаным. Сенің Сәлимаң. 1944 жыл 20 ақпан. Алматы Казгу. Мен хатты оқып болып, Меңтай екеуміздің ортамызға қойдым. Қыз қолын хатқа созбады. Маған оның жүрегі толқысып, тулап отырғандай боп көрінді.